Религиялық сенімде жазылу үшін денемен жұмыс жасамау керек, сыйыну керек, сену керек және өзіңнің ерекше жаратылғаныңды деп айтылады. Және олар жалғыз емес. Интернетте де жай ғана тұнбамен рак ауруы, паралич аурулары және де басқа аурулардың жазылып кетіп жатқандары туралы бар. Бұған қалай түсінік береміз? Бірінші, күш бар біздің түсінігімізден басқа. Екіншісі, мида құбылыс бар, бәрін жасай алатын. Екіншісі, түсініксіз, бірақ та ғылыми түрде. Мені екеуі де қанағаттандырмайды, сіздерде де солай болу керек. Қазір біз миды көре аламыз және жасанды қол пластикалық стакандарды көтеріп жатырғанын білеміз. Сиқырлы жазылуларға дұрыс жауап болу керек. Ойдың күшімен жазылу ғылымда бізде жаңадан. Ғылымда көп ақпараттар бар, тәжірибелер бар. Көп жыл бойына Ванс зерттейді және түсінеді, кішкентай кезінен бастап байқап бастайды. Миды алдау керек дейді зерттеушілер. Ол біздің көңіл күйімізді, өмірімізді аман алып қалу үшін айтылады. Бұл біліммен бөліспей тұрып, дінге сенген адамның қалай ауылдың баласы ғылыммен қалай айналысып кеткені туралы айтайын. Және Құдайдың даусын естідім, бәрі дінге келсе жазылады деген сенімде жүрдім. Не кедергі болды менің ұстанымыма? Альпинизм.